Хош келдіңіз, құрметті көрермен. Хабар басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Бүгінгі көретіндеріңіз 4 түрік малдың төресі түйе жануары туралы. Сіздердің қолдауларыңыз каналды дамытуға шабыт береді. Олай болса, бастайық. Түйе табиғаттың ерекше жаратылысы. Десек те, түйені көргендер де бар, көрмегендер де бар. Олардың сыртқы түрі, ұзын қажау сүйел аяқтары, арқадағы өркеші мен ұзын кірпіктері ешбір жануарға ұқсамайтын таңғажайып жаратылыс деп айтсақ та болады. Түйелер сірі табандылар отрядына жататын сүтқоректі ірі жануарлардың бір туысы. Адам жабайы жануарды біздің дәуірімізге дейін 2000 жыл бұрын қолға үйреткен. Ең алғашқы түйелер Солтүстік Америка материгінде пайда болып, одан Европа, Азия, Африка және Оңтүстік Америкаға тарады. Азия мен Африканың көптеген халықтары үшін мыңдаған жылдар бойы түйе шөл далаларда жалғыз көлік құралы, әрі ет пен сүттің және жүннің негізгі көзі болды. Орта Азияда түйенің 2 түрі кездеседі. Оның бірі ежелгі Орта Азия мемлекетінің атымен аталатын қос өркешті бактриан түйесі. Ол негізінен Орталық Азияның шығыс бөлігінің дала және шөлейт аймақтарында, Монғолияда және Ресейдің Тува республикасында, Қытайдың көршілес аумақтарында кездеседі. Бактриан түйесі бір өркешті түйеге қарағанда ірі, денелі, салмақты келеді. Үй жануарлары ретінде Орталық Азияда және Қазақстанда өсіріледі. Орта Азиядағы түйенің екінші түрі бір өркешті дромедар. Ол Солтүстік Африкада және таяу шығыстан Үндістанға дейін кеңінен таралған. Түркменстанда, көбінесе Тәжікстанда, Өзбекстанның оңтүстік аудандарында және Қазақстанның кейбір жерлерінде өсіріледі. Оларды қоспақ түрлеріне, пайдалануына, қанына қарай аруана, желмая, нар деп те атайды. Гректің дромак сөзінен шыққан, яғни тез жүретін түйе мағынасында. Олар сағатына 60 шақырым жылдамдықпен жүреді. Сол себепті дромедар түйесін араб елдерінде дәстүрлі түйе жарыстарына қосады. Құрғақшылыққа, ыстыққа өте төзімді жануар, бірақ қатты суыққа шыдамсыз. Ежелден келе жатқан түйе жануарын халық арасында шөл кемелері деп атайды. Түйе керуені құмды теңіздерде баяу және бір ізбен жүріп отырады. Біздің дәуірімізге дейінгі 2 ғасырдан бастап Ұлы Жібек жолының едәуір бөлігі Азияның шөлді аймақтары арқылы, атап айтқанда қазіргі Қазақстан, Қырғызстан, Монғолия, Үндістан, Түркия, Иран және Грекия аумағынан Қытайдан Европаға өткен. Құмды шөл далалар түйе жануарының мекені болғандықтан, көпестер бағалы тауарларды тасымалдау үшін негізінен ыстық құмда жүруге тамаша бейімделген түйелерді пайдаланған. Түйенің биологиялық ерекшелігі. Түйелер қатты аязға да төзімді, күшті көлік малы. Түйелер қыста қолда бағуды, сапалы азықтандыруды және жылы қораны керек етпейді. Бірақ олар жүні қырқылған алғашқы аптада өкпек жел мен жоғары ылғалдылыққа төзімсіз. Осы мезгілде олардың жауын шашын мен суыққа ұрынбауын қамтамасыз ету қажет. Шөл кемелеріне қатысты мынадай деректерді біле жүрген артық болмас. Түйелер кеудесіндегі, табандарындағы, тізесіндегі қажау сүйелдерінің арқасында 70 градусқа дейінгі ыстық жерде құмда жаталады. Түйе ежелден шөлді тұзды аймақтардың табиғат жағдайларына жақсы бейімделген. Қатты ыстықтарда апта бойына сусыз тіршілік ете алады. Бірақ алдында су көзінің бар екенін 60 шақырым жерден сезеді. Су көзін тапқан түйе бір ішкенде 200 литрдей су ішеді. Оларды жазда күніне 2 рет, қыста 1 рет суару қажет. Тұзды кермек суды жақсы ішеді. Қолайсыз табиғат жағдайларында азық ретінде пайдалану үшін өркешіне артық май жиналады.
Түйенің орташа биіктігі 210-230 см, ал оның салмағы 300-ден 700 кг дейін жетеді. Денесінің ұзындығы шамамен 250-350 см. Еркек түйелер ірі денелі келеді. Түйенің құйрығы өзінің дене тұрпатына қарағанда қысқа 50-58 см құрайды. Түйенің үлпілдек кірпіктерінің ұзын болғаны сонша, олар жабылған кезде көзге бір түйір құм кіргізбейді. Түйенің көздері өте көргіш келеді. Олар 5 километрге дейінгі қашықтықтағы нысанды көре алады. Құмды дауыл кезінде түйенің танаулары жабылып, тұншығып қалмауға көмектеседі. Түйе күніне 50 килограммға дейін тамақ жей алады. Түйе жануары тікенектермен, жусандармен қоректенеді. Түйенің қалың және тығыз еріндері, сондай-ақ ауыз қуысындағы өткір тістері денсаулыққа зиянсыз қатты бұталарды шайнауға және жұтуға мүмкіндік береді. Түйенің орташа өмір сүру ұзақтығы жарты ғасыр. Түйелер өзінің дене бітіміне қарамастан суда жақсы жүзеді. Сондай-ақ түйе жануарының дәл түкіретін бәріміз жақсы білеміз. Түйелер қауіптенген немесе өзінің көңіліне бір нәрсе ұнамаған жағдайда олар түкіру арқылы білдіреді. Шабуыл жасалған кезде түйе өзінің өткір тістерімен бірге аяқтарын да қорғаныс ретінде пайдаланады. Соққы тек алдына немесе артқа ғана емес, жанына да берілуі мүмкін. Құрметті көрермен, хабар аяқталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып пікір қалдырыңыз. Келесі кездескенше амандықта болайық.